Қайырлы күн оқушылар, бізде бүгін келесі кезекті 7-ші сабағымыз. Біз осыған дейін Arduino жалғау, коддау сынды бірнеше бөліктермен таныстық. Енді сонда қателермен жұмыс істеу және оларды шешу жолдарын бүгін бірге жасайтын боламыз. Микроконтроллер әлеміне саяхат, қателерді түсіну және оларды толығымен шешу және кері байланыс бөлімінде келіп жатқан көптеген қателер, сіздердегі негізгі қателер, олардың барлығын AI арқылы сұрасаңыздар болады. Платформадағы ең алдымен Arduino бұл бізде бағдарламаланатын микроконтроллер платформасы, яғни әртүрлі электронды жобаларды жасау үшін өте қатты қажет екендігін көрдік. Бірақ та жобаларды жүзеге асыру кезінде қателер кездескені бұл бізде қалыпты жағдай. Бұл презентацияда ең жиі кездесетін қателер мен оларды шешу жолын бірге қарастыратын боламыз. Бірінші қате. Көп оқушылар осы қатені маған кері байланысқа жіберген болатын. Жүктеу кезінде мынандай Avdude SK500 деген мынандай бір қате келді. Көбінде мына қате шықты. Бұл бізде жүктеу кезінде пайда болған. Бұл нені білдіреді? Бұның себебі бізде Arduino платасы компьютермен байланыса алмайды. Бұл жиі кездесетін қателіктер. Мынау Arduino мына жеріндегі порт дұрыс жалған байқалса, немесе платада біз дұрыс Arduino Uno немесе Tools'тан сериал мониторды дұрыс таңдамағанбыз деген сөз. Оның негізгі шешу жолдары қандай? Платаға қуат беріліп тұрған тексереміз. USB арқылы қосыла ма, қосылмай ма? Компьютер мен Arduino арасындағы қосылыстың дұрыстығын тексеріңдер. Мына жердегі компьютермен порт дұрыс жалған тұр ма? Мына жер дұрыс істеп тұр ма? Одан кейін сбросты басамыз да ресетті, қайтадан кодты жүктеп көріңдер, орнатып. Сол кезде ол шешіледі. Егер де бұл көмектеспей жатса, онда Arduino IDE бағдарламасында компорт таңдалғанын дұрыстығын тексереміз. Драйверлерді қайта орнатып қарастырып, басқа USB сымын қолданып көруге кеңес беремін. Бірақ бұл жүктеу кезінде сіздің кодыңыздың, жобаңыздың қателігі емес, тек қана мына бір порттың жалғануының мәселесі. Сол үшін осы портты дұрыстап жөндеп немесе компортты тексеруді кеңес беремін. Келесі, бізде тағы да бір өте көп кездесетін қателердің бірі дәл мынандай. Бұл бізде дұрыс емес компорт таңдалған. Яғни бізде сериал мониторда, мына жерде сериал портымыз қате. Оны шешу үшін Tools'тан жаңа айттым ғой, сериал монитор мәзірінен дұрыс портты таңдауымыз керек. Бізге қажет порт мынау Arduino IDE, Arduino Uno. Егер де плата дәл осылай жалған тұрса, онда бұл қате де бірден шешіледі. Келесі қате, бұл микроконтроллердің дұрыс моделі таңдалмаған, өкінішке орай. Бұл нені білдіреді? Біз Arduino наноны таңдап қоюлары мүмкін, микроны таңдап қоюлары мүмкін. Оны шешу үшін біз Arduino IDE бағдарламасындағы board tools, board мәзіріне кіреміз және де өзіміздің платамызды қараймыз. Мысалы, AT Mega 328 ба? Немесе өзімізде қандай плата тұр, соны қараймыз. Дұрыс орнатылғандығын тексеруіміз керек. Яғни плата моделіне сәйкес бағдарлама нұсқалығын табу керек. Төртінші қате. Бұл жерде тағы да сол хабар өзгеше келеді. Бұл да екінші қатемен бірдей, бірақ екінші қатеде жаңа сандармен Java деп шықты ғой. Мына жерде